Астанада ата заңның 30 жылдығына арналған көрме ашылды. Онда конституциализмнің даму жолын айқын көрсететін шамамен 150 құнды құжат пен материал қойылған. Көрме экспозициясына мемлекет басшысының осы уақытқа дейінгі халыққа жолдаған үндеулері, құттықтаулары жинақталған басылым енгізілді. Жаңғырған конституция әділетті қоғам кепіл атауымен өткен іс-шарада алғаш рет Braille қарпімен жазылған заң көпшілік назарына ұсынылды. Көрменің ішінде ерекше жәдігерлер бар. Олардың қатарында біздің Қазақстан Республикасының Конституциясының 30 жылдығына орай Конституциялық соттың арнайы шығарған Braille шрифтіндегі орыс және қазақ тіліндегі екі басылым бар. Бұл басылымдарды белгілі мәдениет қайраткері альпинист Әлібеков Қалибек мырза биылғы жылы Гималай тауының шыңына алып шыққан болатын. Көрме үш кезеңнен тұрады. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы заңдар жинағынан басталып, бүгінгі жаңғырған конституцияға дейін жалғасады. Әр бөлім өз дәуірінің тарихынан сыр шертіп, құқықтық ойдың қалыптасу жолын айқындайды. Дала заңдары даналықтың бастауы атты бөлімде қазақ хандары енгізген көне құжаттар топтастырылған. Бұл тарихи жәдігерлер келушілерге халқымыздың құқықтық дәстүрімен тереңірек танысуға мүмкіндік беріп отыр. Преемственность и традиция разработки Конституции. Қазақстан Конституциясы әр кезеңде әділ сот жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Бұл бүгінгі күні де өзекті. Әсіресе 2022 жылғы реформалардан кейін Конституциялық соттың қайта құрылуы осыны айқын көрсетті. Осы дәстүрдің бастауын қазақ тарихынан да көруге болады. Мәселен, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, кейін Тәуке ханның жеті жарғысы. Бәрі әділ заң мен тәртіпті орнатуға негізделген.